Елбасының қос палата отырысында Түркістан облысын дамыту туралы берген тапсырмасы тарихи шаһардың тағы бір рет түрленуіне жол ашады. Ал рухани орталықтың жаңа кейіпке енуі Қазақстанның түркітілдес мемлекеттер арасындағы беделінің биік болуына ықпал етеді. Президенттің алқалы жиында айтқаннан кейін түркітанушы ғалымдардың ойға түйгені осы. Сонымен елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы Тұран даласының жастарына да зор үміт сыйлап отыр. Алдағы бейнематериалда толығырақ. Түркітанушы Құлбек Ергөбек тағы бір 4-5 жылда Түркістан адам танымастай болып өзгереді деп сенеді. Ғалымның бұлай болжауына елбасының қос палата отырысында берген тапсырмасы қанат бітіріпті. Рухани шаһардың тарихымен жақсы таныс азамат енді сөзден іске көшіп, жұмысты жандандыру керек деп санайды. Себебі Түркістанды дамыту арқылы күллі қазақ елінің абыройы артады. Ол жалпы Түркістанды көтеру дегеніңіз, ол Қазақстанның түрік дүниесіне ықпалын арттыру деген сөз. Демек, біз еліміздің, отанымыздың дүние жүзі бойынша ықпалының артуына аянбай атсалысуымыз керек. Еске салсақ, елбасы күздің алғашқы күнінде өткен қос палата отырысы кезінде үкімет пен министрліктерге 7 бірдей міндет жүктеген еді. Соның соңғысы һәм салмақтысы Түркістанды дамыту жайлы болды. Енді сол тапсырмаға сәйкес елде түрлі шаралар қабылданады, ал рухани орталықтың дамуына барлық әкімдіктер мен министрліктер атсалысады. Осындайда өткен тәжірибені еске алғанның зияны жоқ. Түркістанда 2000 жылы 1500 жылдық тойланды. Ал тойға дайындық 2 жыл бұрындай басталды. Сол кезде де елбасы кәдімгі облыстың әкімдеріне тапсырма берген болатын. Ол кезде облыстар жұмылып келіп, Түркістанды осы бүгінгі биігіне көтеріп кетті ғой. Түркістанды түлету туралы толғағанда президент ол Қазақстанның ең киелі жерлерінің бірі. Тарлан тарихымызда талай тағдырлы шешімдер осында қабылданған. Сонымен қатар ел есінде мәңгі сақталған біртуар тұлғаларымыздың да рухы осында жай тапқанын айта келіп, ендігі халқы тығыз оңтүстік өңірдің дамуы облыс орталығының жұмысын тиімді үйлестіруге тікелей байланысты деп түйіндеген болатын. Солай екен, енді сөзден іске көшіп, түбір түркі жұртының ортақ отанын түлетуге барлық халық тізе біріктіруі тиіс. Түркістаннан Мақсұт Жарылқасын, Талғат Елеубеков, Тұран Ньюс.